Картофельные гнездышки с курицей. Сәлем қыздар, бүгін картофельные гнездышки с курицей істейміз. Ол үшін бізге қажет заттар: картоп, тауық еті, сыр, бір жуа мен 2 чеснок және жұмыртқа, және ұн қажет болады. Ең бірінші картопты пюре ретінде пісіріп аламыз, яғни суға қайнатып. Менде мында 6 картоп, ал сіз қалағаныңызша картопты қоссаңыз болады, яғни қанша адамдық порция болады, сонша картоп, тауық етін аласыз. Картоп тез пісу үшін үстіп шағындап кесіп аласыз. Тауық етімізді жуамыз бен сарымсақты үстіп ұсақтап турап алып, сұйық майға қуырып аламыз. Қуырылып жатқан етімізге өзіңіз қалаған специяларыңызды қоссаңыз болады. Мен тұз, бұрыш және паприка қостым. Жіңішке теркадан сырларымызды өткізіп аламыз. Суыған картоптарымызға бір жұмыртқа саламыз және 3-4 қасық ұн қосамыз да жақсылап араластырамыз. Өте сұйық та емес, өте қою да емес болып шығуы тиіс. Гнездышки осылай жасаймыз, картоппен қолыңыздың көмегімен домалақ қылдырып шығарсаңыз болады. Немесе кондитерский целлофандарыңыз болса, соның көмегімен жасасаңыз да болады. Міне дайын болған гнездышкиларымызға осылай тауық еттерін саламыз және бетіне сырмен әсемдейтін боламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минутқа салып аласыз.